имам Абу Ханифа рахматулла алейх туралы айтылынат, өзі 70 жыл жашаган, 55 жыл ажылық қылған. Бұл деген 55 жолу жыл сайын ажылыққа барған. Умрасын есебі жоқ. Умрасын есебі жоқ. Ошол Абу Ханифа рахматулла алейх біздің мазхаб, ошол Ханафи мазхаб деп көрбейсіз бе? Қандай деген о кишилердин Кабаға болған урматы, Кабаға болған сапары 55 жол ажылық қылған деген не деген кеп? Демек 15 жашы мындай балалық кезімен өткен болса, қалғаны ошо жыл сайын эле барган экен да өлгөнгө чейин. Кандай болгон чакта дагы ал ыйык жерге мусулмандардын жүрөгү тартылат. Ал ыйык жерде мусулмандын жүрөгү эңсейт, сагынат. Ал ыйык жерге мурунтан ошо 14 кылымдан бери төөлөрдүн боорун эзип, дүйнөнүн булуң бурчунан кээде ачка, кээде ысык, кээде кыйналса дагы, бирок пайгамбардын сүйүүсү бардын унуттурат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын шапааты бардыгын чарчагандардын барын жок кылат. Ушундай алхамдулилля пайгамбарыбызга эми салават айтып жүрсөк бу жерде, ал жерде жанына барып, ушунда алдында туруп, ассаламу алейка я Расулаллах, ассаламу алейка я Хабибаллах, ассаламу алейка я хайра халқилла дегенге Алла тауфиқ. Бұл не деген пайғамбарымыздың алдында тұрып салам айту, алдына барып, ошол жерге учурашып салават айту, ошол жерде шахадат айтып, пайғамбарымыздың шапаатын сұраған, не деген Алланың кереметі бұл.